Ертеде орманда 7 лағы мен ешкі өмір сүріпті. Ешкі орманға аттанарда лақтарына есікті ешкімге ашпаңдар деп тапсырады. Сол сәтте қасқыр келе қалып, мен сендердің аналарыңмын, лақтарым, есікті ашыңдар дейді. Бірақ лақтар оның қасқыр екенін біліп қояды. Сөйтіп қасқыр дүкеншіге барып бор алады. Борды көп жеген уақытта дауыстың жіңішке болатынын естіген болатын. Сөйтіп борға той болады қасқыр. Қайтадан келіп, ашыңдар, мен сендердің аналарыңмын, лақтарым, шұнақтарым деп айтады. Лақтар оны расымен де анасы екен деп алданып, есікті ашып қояды. Дәл осы сәтте қасқыр кіре келіп, әр ешкіні қапқа салып алады. Барлығын ұстамақшы болып, арттарынан қуады. Бірақ дегенімен арасында бір ешкі пештің ішіне тығылып қалған болатын. Оны байқамаған қасқыр қалған 6 лақты қапқа салып алып, орманға қарай аттанып кетеді. Осы сәтте анасы келіп қалып, лақтардың жоқ екенін көріп абыр-сабыр болады. Сөйткенде пештің ішінде отырған қара лағын көріп құшақтап, қалған лақтардың қайда кеткенін сұрайды. Ол барлық жайтты айтып береді анасына. Сөйтіп орманға қарай екеуі аттанып, қалған лақтарды іздей бастайды. Сөйткен кезде қасқыр оларды жеуге дайындап жатқанын байқап көреді. Яғни қазанға отты жағып, лақтарды жемекші болады. Осы сәтте анасы ол қасқырға шабуыл жасайды. Онымен төбелеседі. Сөйтіп отырғанда оны бір ұрып талдырады. Қасқыр жерге гүрп етіп құлай қалады. Осы сәтте ешкі алып өзінің барлық қамалып тұрған лақтарын шөптен босатады. Және ерекше құшақтап, лақтарым, шұнақтарым, енді сендерді ешқашан үйде жалғыз қалдырмаймын деп өзіне уәде береді. Осымен